кісі өлімін бізге ілейін деп жатқан сияқты. Жаңа полиция шокер талып қалғанша қолданды деп жазылмаған. Қылмысты жасыру әрекеттері болуы мүмкін полиция тарапынан. Қайтыс болған Бауыржан деген кісіде сараптамадан наркотик табылды деді. Мәшинеге салды, оны мәшинеге салып жатқанда теуіп жатты. Бұл видео тергеуге қосылмаған. Және ол полиция қызметкерлері де ол жерде куәгер ретінде тұр. Іс-әрекеті көп зерттелмеген дәлелдер бар әлі. Іс тергеуге қайтадан жолдануын талап етеміз да. Арма жасалаш көрермені, бүгін біз тағы да даулы, күмәні көп істің жайын қозғаймыз. Бұл оқиға былтыр Жанармай бекетінде басталған жанжалмен 2 сағаттан соң жұмбақ жағдайда қаза тапқан Бауыржан есімді азаматтың өлімі туралы. Оның өліміне байланысты қазір 5 адам жауапқа тартылып отыр. Тергеу нұсқасы бойынша Жанармай бекетінде болған сол азаматтар Бауыржанның өліміне қатысы бар. Бірақ осы іске байланысты судьямызға келіп көмек сұраған 5 адамның бірі Әзиз Әпешевтің інісі Марат Әпешев мүлде басқа жайттарды алға тартады. Оның айтуынша қылмыс болған күні Бауыржан Жанармай бекетіне келіп, сол жердегі бірнеше адаммен жанжалдасқан. Кейін полиция шақырылған. Алайда полиция оқиға орнына бірден емес, шамамен 1,5 сағаттан кейін келген. Полицейлер Бауыржанды алып кеткеннен кейін арада 2 сағат өткенде оның қайтыс болғаны белгілі болған. Ең үлкен күмән де осы арадан туындайды. Марат Әпешевтің сөзінше, сот барысында Жанармай бекетінің камераларда, құқық қорғау органдарындағы бейне жазбаларда көрсетілмеген, тергеу ісіне аталған видеолар қосылмаған. Есесіне Әзиз Әпешевтің туыстары Жанармай бекетінің жанындағы дәріхананың камерасынан түсірілген видеоны қолға түсірген. Сол видеода полиция қызметкерлерінің Бауыржанды ұрып-соғып шокер қолданғаны көрінеді дейді. Тағы бір күмәнді жайт қаза тапқан азаматтың денесіндегі жарақаттар. Марат Әпешев Бауыржанның бетінде сау жер қалмағанын айтып, оны полиция бөлімінде немесе қамауда азаптап өлтірген болуы мүмкін деген күмәнді келтіреді. Оның пайымынша, осы істе шын кінәлілерді жасыру үшін Жанармай бекетіндегі 5 адамға жала жабылып отыр. Себебі Бауыржанды Жанармай бекетінен полицейлер алып кеткенде, оның денесі мен бет-жүзінде айтарлықтай жарақат болмапты. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатта біз осы істегі күмәнді тұстарды, көрсетілмеген видеоны және неге бұл іс қоғам назарында болу керек екенін талқылаймыз. Менің есімім Марат болады. Менің келген себебім ағам Әпешев Азизді 2 шілде күні маған хабарласып еді. Ұялы телефонмен мені полиция алып кетіп бара жатыр. Не болып қалды деген жағдайда біз толық білмейміз, бірақ кісі өлімін бізге ілейін деп жатқан сияқты деп айтылды. Сосын барып біз бастап осы іс-әрекетке қарай араласып бастаған кезде байқалды 5 адамды адам өліміне қатысты деп полиция қызметкерлері алып кеткен болған сол 2 шілде күні. Сөйтіп сол 5 кісіге 106 бап 3 бөлім денсаулыққа зиян келтіру абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан деген бап бойынша сот болып жатыр. Енді мұнда қандай біз ойлап тұрған шикіліктер бар. Мысалы, көп әрекеттердің мысалдан тергеу өте төмен деңгейде өтті деп ойлаймыз. Өйткені сараптама, 2 сараптама болады екен. Ең бірінші сараптама, ол кісі, Бауыржан деген кісі неден қайтыс болғаны. Екінші сараптама, видеомен кім қалай соққаны, сол жөнінде екен сараптама. Сол екінші сараптаманы әлі толық зерттелмеген деп ойлаймыз. Енді басынан айтып берсек, Рояль Петролиум заправкаға бір кісі келген, Бауыржан деген жігіт. Оқиға Алматыда өтті. Алматыда болды. Рояль Петролиум заправкасында ол жігіт әркімге бір тиісіп бастаған, әркіммен бір ілінісіп, бір шама ерегісіп, сөйтіп жүрген кезде сол Рояль Петролиум қызметкерлері полицияға хабар берді. Полиция бірақ шамасымен 1,5 сағаттан кейін келген. Оға дейін әркіммен бір ілінісіп,
төбелескен бе ол? төбелес болғанда төбелес деп те айтуға болмайды. Әшейін бір кішкентай баланың несі сияқты бір неден алған, әркіммен бір 4 адаммен ба, бір келіп жұлсат, екінші адам бір жұлсат, бірақ прям денсаулығына зиян келді дегендей де не жоқ. Ондай таяқ жемеген, видеоларды қарадық. Сосын полиция қызметкерлері келген. Сіздің бауырыңыз ол жерде сол жанармай құю бекетінде жұмыс істейтін бе? Иә, ол заправщик болып жасайды. Ол жерде 5 адам, біреуі кәмелет жасқа да толмаған жасында балалар бар. Енді содан кейін жаңа сол неғып атқаныңызды итеріп жібергенде ма, ағам қолына жарақат алып, сол басталғаннан бастап сол скорый шақырған ағама. Сөйтіп сол скорыйда сол басынан бастап отқан, сол аяғына дейін отырды. Полиция келіп, полиция қызметкерлері келіп алып кетіп, сосын бір 2 сағаттан кейін ба, жаңа Бауыржан деген кісі бұл өмірден аттанып кетті деген хабар келді. Содан кейін сол 4-5-еуін алып кетті, 5 жігітті алып кетіп қалған. Яғни ол жаңағы марқұм болып кеткен, қайтыс болып кеткен кісі жанармай құю бекетінен кеткенге дейін өз аяғымен кеткен ба, ол полиция алып кеткен кезде? Ол полиция алып келген кезде полициялармен кәдімгідей төбелес бастаған ол кісі. Яғни прям көрсеңіздер видео материал бар. Сол жерде кәдімгідей күш қуаты мықты, әлі 10 адаммен де төбелесетіндей бір жағдай бар жігіт сияқты болып тұрды. Бірақ видео байқасаңыздар, ол полиция қызметкерлері шокермен, немен сол видеоны дұрыстап қарасаңыз, есінде танып қалды оның. Бетіне де су сеуіп, есін жинап, әйтеуір мәшинеге салды, оны мәшинеге салатқанда да теуіп атты. Яғни бұл жерде полиция қызметкерлері ол кісіге күш қолданды. Күш қолданды, видеода көрініп тұр. Енді мен айтқаным, жаңа басында айтып кеткенім, тергеу өте төмен деңгейде өтті дегеніміз, бұл видео тергеуге қосылмаған. Және ол полиция қызметкерлері де ол жерде куәгер ретінде тұр. Енді біз мынау шыққан қазір айтып атқан себебіміз, мында мысалдан мен ағамның ұлы инвалид, ішіндегі бір кореец жігіт бар, оның әкесі инвалид. Біреу жесір әйелдің бір жалғыз ұлы мысалдан да қаншама анаяқта былай енді керемет адам заправкада жұмыс жасамайды. Енді сол бейшараларды мысалдан қандай зардап шегіп, қазір мына тергеу дұрыс жүрмегендіктен мүмкін қамалып та кетеді ма? Менің ойлап атқан себебім мынау сот қазір болып жатыр. Сол сотқа дұрыс тергеу болса, жаңа сараптаманың жаңа 2-ші бөліміне ол видеомен ғана сараптама жасайды екен. Кім қалай ұрды? Тергеу сол сараптамаға тек заправкадағы анау 1-2 рет жұлысқан видео берген сияқты. Сол себептен сараптама ана кісілердің қолынан кетті деп жазылған екен да. Яғни жанармай құю бекетіндегі қызметкерлердің ұруынан ол қайтыс болып отыр деп сөйтіп жасалып отыр ғой. Олар нақты да айтылмаған, яғни мына кісі ұрды деп, өйткені ондай нақты ұрмаған да ешкімді, бірақ бәрінің несінен бәрін қосқан кезде деп жазып жібере салғанда, бірақ ол жерде сараптамада жаңа полиция шокерді қолданып, талып қалғанша жаңа Бауыржан деген кісі марқұм талып қалғанша қолданды деп жазылмаған, полиция ұрып тепкенін жазбаған. Енді қараңыздар, ол жаңағы видео, ол аптекада тал түсте ел көп қоғамның жүрген жерінде жаңағы болып жатқан оқиға. Сосын полиция қызметкерлері оны бөлімге алып кетті. Бөлімде не болды екен? Ояқта неғып жетондағы видео бейнеулер жоқ. Неге, қайда ол видео бейнеу недегі полицияның ішінде болған? Және полиция қызметкерлері Рояль Петролиумдағы видео бейнеулердің бәрін, жаңа нақты көрініп тұрған аптеканың видео бейнеуін бәрін полиция қызметкерлері алып кеткен, бірақ жаңа тергеуге қосылмаған, тергеуде көрсетілмеген. Соны ойлап біз шығып байланысты айтып атқан себебім, қылмысты жасыру әрекеттері болуы мүмкін полиция тарапынан. Соны тексеру керек деп ойлаймын.
дұрыстап сараптама, екінші сараптама видеомен мына жаңадан қосылған видеоларды жаңа эксперттерге көрсетіп жаңа сараптама жасау керек деп ойлаймын да. Ол әшейіннен енді 4 кісі жама 5 кісі сотталып кетуі деген ол зерттеу керек, ол 5 адамның тағдыры ғой. Сол себептен осы студияға келдік. Енді жаңа видеоларда қоспады деп айтып жатсыздар ғой, енді сотта бұл алдағы уақытта ол видеолар көрсетіле ме, әлде бұл сол күйі көрсетілмей қалуы да мүмкін бе? Ол жөнінде нақты білмеймін, бірақ көрсетілмей қалған жағдайда ол жаңа 4-5 кісі қазір айыпталып отқан, сол кісілерге кінәлі қылып жіберу де мүмкін да. Шығып айтқан себебіміз толық видеолар көрсетілсін, полицияның ішіндегі видеолар көрсетілсін, жаңа аптекадағы түсірген видео көрсетілсін, және осы видеолардың бәрін жаңадан сараптамадағы эксперттерге берілсін, оны жаңадан сараптама жасасын. Өйткені ол тек қана ненің үстіндегі, заправканың үстіндегі видеомен емес, толық видео, аптеканың видеосы, полицияның ішіндегі видеолар неғып бізге көрсетпейді? Неғып жетондар қайда? Өкімет қаншама ақша беріледі мысалдан сол полициялары сол әділ жасалыну үшін деймін да, бірақ ол ешқандай видео бізге әлі көрген жоқпыз. Ол көрген кезде де ол видеоларды неғып сараптамаға берілмеген, неғып сараптаманың ішінде ол видеолар жоқ. Сосын тағы бір айтатын бір мәселе бар да, жаңа қайтыс болған Бауыржан деген кісіде сараптамадан наркотик табылды деді, белгісіз. Сол наркотический немен былай видеоны қарасақ, анау қалай айтады бізде, самооборона дейді ғой, өз-өзін қорғаумен болған нәрсе ар жақтан мысалдан. Яғни қайтыс болған кісі ол жерге дені сау күйінде келмеген болуы мүмкін ғой, ол дені сау болмай келді деп сараптама айтып тұр, ішіне наркотик табылды деп. Жаңа айтып атқаным, жаңа полиция келген кезде деп кәдімгі күш қуаты мол, кәдімгі анау полициямен төбелесуге дайын деп қоймал, төбелесуге не жасаған, ықпал жасаған. Соны полиция шокермен әйтеуір не істеді ғой. Ол қалай ол жаңа неде қайтыс болатын сол моменттер түсінбей тұрық қой. Қалай болды ол? Жаңа ағам айтып жатыр ғой. Жаңа мені полиция алып баратыр қазір, алып кетіп бара жатыр. Қазір телефонды тартып алады полицияның участокқа жеткен кезде. Мен саған сразу айтып үлгерейін, полициялар өз кісіні өлтіріп, біздің мойнымызға жабайын деп жатқан сияқты. Бағана бір кісімен конфликт болып еді, ол кісіні полиция алып кетіп қойған, денсаулығы дұрыс болып тұрған кезде деп. Сол айтты, сосын телефонын өткізді, сосын ары қарай сөйлесе алмады осы уақытқа дейін. Жалпы. Қазір күннен сот болып жатыр ғой. Сотта қандай оларға айып тағып жатыр? Видео мәселесі не болып жатыр? Сол туралы кеңінен айтып кетіңіз. Видео мәселе болғанда осы мынау қазір сіздерге қазір неге алып келген аптеканың жанында түсірген видеоны сот осы жолы көрді, бірақ сол делоға тіркемей ме ол белгісіз. Тіркелгені дұрыс болар еді, әділ болар еді деп біз соны үміттеніп отырық. Тағы да ол аптеканың видеосынан бөлек жаңа полицияның ішіндегі видео бар, және жетондардан ішінде бейне камералар бар ғой. Солардың ішіндегі бейне камераларды көрсек па деген, соның ішіндегі видеоны көрсек па деген үміттеп отырық. Әзиз Әпешевті жазықсыз сотталып бара жатыр деген оның туыстары бұл іс бойынша тергеуді қайта жүргізуді, барлық бейне жазбаларды ашық қарап, өлімнің нақты қалай болғанын анықтауды талап етіп отыр. Осы сөздің қорытындысына келгенде қылмыстық іс тергеуге қайтадан жолдануын талап етеміз да. Мысалдан қараңыздар, Шаңқай түстің ел қоғамның көзінше жаңа немен тепкілеп жатып, жаңа шокермен талдырып тастап, машинеге тығып атқаннан кейін ол полицияның ішінде жабылып тұрған жерде не істемеді ол полиция өкілдері? Оны біз білмейміз. Ол видео сіздерге көрсетпей отыр, иә? Ол видео біз көрген жоқпыз. Бірақ өзіңіз қараңызшы, не деп ойлайсың? Сап-сау мінді,
2 сағаттан кейін, 1,5 сағаттан кейін қайтыс болды деген хабар келді. Енді мен ойлаймын, что бұл іс-әрекетте көп зерттелмеген дәлелдер бар әлі. Шик тұстар көп дейсіз. Оның бәрін зерттеу керек. Ол жаңадан тергеу жұмыстарын жасау керек. Жаңадан видео бейнелерді беріп, жаңадан сараптама жасау керек. Ол кінәсіз кінә адам кетпеу керек. Ол мысалы қазір отырған сотталайын деп жатқан әр кісінің өзінің отбасылық, қазір мен айтып жатқан сөзім әрқайсының үні шықпай жатыр да, сол үнін қалай жеткізейін, айқайлап жеткізейін десе жеткізе алмай жатыр да. Мысалдан қазір осыдан соны қазір айтып келгеннің бірі, айтып жатқандардың бірі біз. Қазір мен келіп соны айтып жатырмын. Қаншама инвалид әкелері бар, инвалид баласы бар да, ол әшейін бір кісі дұрыс тергеу жүрмегенден сотталып жатса, ол балаға не болады, ол әкесіне не болады? Мысалдан әділдікке жетуіміз керек біз ғой. Сол мақсатпен келуім менің мақсатым сол.